Дубай әлемдегі ең көрікті мегаполистердің бірі. Соңғы 50 жылда ауқымды құрылыс жұмыстары жүргізіліп, аспанмен таласқан зәулім ғимараттар бой көтеріп, әлеуметтік жобалар жүзеге асып, қала адам танымастай өзгерді. Дубай әсіресе Гиннестер рекордына енген биік ғимараттарымен, ең үлкен туристік нысандарымен ерекшеленеді. Ал қазіргі таңда ел билігі маңызды мәдени және туристік орталыққа, бизнес пен инвестиция үшін лайықты орынға айналу үшін барын салып жатыр. Армысыздар, бүгін біз сұлу шаһардағы ең танымал әрі ең керемет орындар туралы айтамыз. Алдымен лайк, комментарий қалдырып, арнаға тіркеліп, кезекті шығарылымдардан хабардар болу үшін қоңыраушаны да белгілей кетіңіз. Дубай десе алдымен еске түсетін ол әрине әлемдегі ең биік, ең көп қабатты ғимарат Бурдж Халифа. 2010 жылы 4 қаңтарда пайдалануға берілген. Бойы 828 метрге жетеді, 163 қабаттан тұрады. О баста бұл жоба әлемдегі ең биік ғимарат болады деп жоспарланған, алайда оның қаншалықты биік болатыны құпия түрде сақталған. Себебі туризмі дамыған өзге елдер ол туралы бар ақпаратты біліп қойса, құрылысқа өзгеріс енгізуге тура келетін еді. Сонымен қатар бұл ғимаратты қала ішіндегі қала деп те атауға болады. Бурдж Халифа кешенінде қонақ үйлер, мейрамханалар, кеңселер мен сауда орталықтары және пәтерлер бар. 122 қабатта атмосфера атты мейрамхана жұмыс істейді. Бұл әлемдегі ең биікте орналасқан тамақтану орны болып есептеледі. Сонымен қатар кешеннен бірнеше бақылау аймағы да табылады. Сұлу шаһарды тіпті 148 қабаттан да тамашалай аласыз. Ал жобаға жалпы құны $1,5 миллиард жұмсалған. Айта кететін тағы бір ақпарат. Дубай билігі Бурдж Халифадан да биік ғимараттың құрылысын бірнеше жыл бұрын бастап кеткен. Шамамен биіктігі 1 шақырым болады деген ақпарат бар. Бірақ бұл жобаның құрылысы белгісіз себептерге байланысты тоқтап қалған. Дубай музыка фонтаны. Әлемдегі ең үлкен субұрқақтардың бірі Бурдж Халифаның жанында орналасқан. 2009 жылы пайдалануға берілген. Оның ұзындығы 300 метрдей болады. Судың деңгейі 275 метрге дейін көтеріледі. Ол 25 түске боялып, әлемге танымал музыкалық шығармалардың ырғағына сай қозғалып, түрлі формаларды бейнелейді. Кешкі 6-дан бастап, түнгі 11-ге дейін әр жарты сағат сайын осындай ғаламат шоулар көрсетіледі. Көріністерді күніне мыңдаған турист тамашалайды. Тіпті кейде бақылау аймағынан орын табуда қиынға соғады. Техникалық мүмкіндігіне тоқталар болсақ, Дубай субұрқағы 1 секундта 83 тонна суды көтереді. Оның жарығын 32 шақырым радиустан байқауға болады. Жобаға $218 миллион қаражат жұмсалған. Дубай Молл сауда ойын-сауық орталығы. Бұл кешенде Бурдж Халифаның жанында орналасқан, яғни әлемдегі ең биік ғимарат, ең ерекше музыка фонтаны және сауда орталығы бір жерде бірін-бірі толықтырып, туристерге таңғажайып эмоция беретіні сөзсіз. Сауда орталығының 1200-ден астам дүкені, 70-тей халықаралық брендтер бутигі, 14 000 көлікке арналған автотұрағы, алтын базары, мұз айдыны, қаптаған тамақтану орындары бар. Жалпы ауданы 1 миллион шаршы метрден асады, яғни 200-дей футбол алаңының ауданына тең. Сонымен қатар әлемдегі ең үлкен океанариумдардың бірі де осында. 10 миллион литр суды қамтитын және 33 мыңнан астам жаратылыс тіршілік ететін океанариумды туристер әйнек туннелден де тамашалай алады. Miracle Garden әлемдегі ең үлкен гүлдер саябағы. Оның жалпы ауданы 70 000 шаршы метрге жетеді. Ал жаяу жүргіншілерге арналған жолдың ұзындығы 4 шақырым болады. Бақ түрлі түсті оазис деген бейресми атқа ие болған. Оған себеп аумағында 60 түсті 150 миллионнан астам гүл бар. Мұнда барсаңыз гүлден жасалған әлемге әйгілі ғимараттарда түрлі композицияларды кездестіресіз.
мұншалықты көп гүлдің солып қалмай жайқалып тұратыны жақсы күтімнің нәтижесі әрине. Таңертеңнен кешкі уақытқа дейін мұнда келушілердің қатары үзілмейтіндіктен күтушілер түнгі уақытта жұмыс істейді. Ең қызығы, бақ қызметкерлері қала тұрғындары пайдаланған суды әбден тазартып, фильтрден өткізіп, гүлдерді сонымен суарады екен. Global Village, әлем ауылы немесе әлем жәрмеңкесі деуге болады. Жыл сайын миллиондаған туристі қабылдайтын орталықта түрлі мемлекеттердің павильоны орналасқан. Яғни әр бұрыштан әлем елдерінің ұлттық құндылықтарымен танысуға болады. Кешенде 27 павильон орналасқан, 90-нан астам мемлекеттің өнімдері саудаланады. Әлемге танымал ғимараттардың көшірмесі де қойылған. Неше түрлі кафе, ресторандар, аттракциондар мен музейлер де бар. Жалпы бұл жәрмеңке 1997 жылдан бастап өтеді. Кейін ауқымы кеңейіп, бірте-бірте осындай әлемдік деңгейге жетті. Мұнда күн сайын түрлі ойын-сауық кештері, концерттер мен өзге де шоулар ұйымдастырылады. Сондықтан Global Village-ға барған турист міндетті түрде керемет әсерге бөленіп, жақсы эмоция алары сөзсіз. Ірі мегаполистегі ғажайыптардың тағы бірі Дубай Марина ауданы. Ең қымбат ғимараттар, ең бағалы үйлер осы аймақта орналасқан. Дубай Марина 10 шағын ауданға бөлінген. 120 мыңнан астам тұрғыны, 150-ден астам кешені бар. Ұзындығы 7 шақырым болатын су қоймасында қайықпен серуендеп, айналаны тамашалауға болады. Мұндағы көріністі сөзбен жеткізу мүмкін емес, сондықтан келушілердің қатары үзілмейді. Дубай Марина ауданын қайықпен аралау құны $60-65. Оның ішіне 2,5 сағаттық серуен, кешкі ас және трансфер кіреді. Фото-видеодан бұл ауданның кереметтілігі көзбен көргендей әсер қалдырмайды әрине. Сондықтан Дубайға барсаңыз, Дубай Маринаға соқпай кетпеңіз. Бурдж Аль-Араб қонақ үйі. Ел арасында парус деп те аталатын отель жасанды аралда орналасқанымен ерекшеленеді. Әлем оны әлемдегі жалғыз 7 жұлдызды қонақ үй ретінде таниды. Қайық желкенінің формасында бой көтерген ғимарат 1999 жылы пайдалануға берілген. 2 қабаттан тұратын 202 бөлмесі бар. Аумағы 780 шаршы метр болатын люкс номерлердің бір күндік құны 12 миллион теңгеге дейін барады. Яғни әлемдегі ең қымбат 10 қонақ үйдің қатарына енеді. Сонымен қатар Дубай қаласындағы алғашқы ерекше ғимараттардың бірі болып саналады. Palm Jumeirah. Бұл Дубай жағалауында орналасқан жер бетіндегі ең үлкен жасанды аралдардың бірі. Пальма ағашының бейнесінде жасалған қаладағы 3 аралдың бірі осы. 2001 жылы құрылысы басталып, 2006 жылдан бастап бірте-бірте пайдалануға берілген. Аумағы шамамен 800 футбол алаңындай болады. Бұл арал Дубайға баратын туристердің қатарын көбейту үшін, яғни жағажайлардың, демалыс орындарының, қонақ үйлерінің санын арттыру мақсатында құрылған. Дубай Фрейм фоторамка түрінде жасалған, қаланың өткені мен бүгінін біріктіретін, әрі біріккен Араб әмірлігінің символы болып табылатын тарихи маңызы бар ескерткіш. Дубай Фрейм 2018 жылдың қаңтарында ашылды. Биіктігі 150 метр. Ғимарат бір-бірінен 93 метр қашықтықта орналасқан, әрі көлденең көпір арқылы қосылатын 2 тік бағанадан тұрады. Егер 48-ші қабатқа көтерілсеңіз, 150 метр биіктіктегі осы көлденең көпірмен жүріп өтіп, қаланы тамашалауға болады. Достар, осымен бүгінгі Дубай шаһары туралы шығарылым аяқталды. Видео ұнаса лайк, комментарий қалдырып, арнаға тіркеліп, кезекті шығарылымдардан хабардар болу үшін қоңыраушаны да белгілей кетіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.